Бүгін мен мама келіңіз ортаға. Бүгін немерелі болып жатыр менің апам. Қазір осы Ильяс приздар бар ғой, сол приздарды біз ағайын туысқандарға табыстайық. Мама, бүгін сіздің тойыңыз, өйткені бүгін сіздің диар немереңіз бірге толып жатыр. Дұрыс қой, Енді келін, сіз енеңіздің қасына кішкене жақындаңызшы. Осы үйге келгелі бір ақ рет болсын, келін бейтін ене деп сәлем салды ма? Ылғи салат сәлем. Да? Күнде? Иә. Күнде салғанда ене не деп айтасыз келінге? Рахмет, бақытты бол, үбірлі-шүбірлі бол. Сосын? Көп жаса. Көп жаса деп айтады. Дұрыс қой енелерім, Келіндер сәлем салғанда енелер көп жаса деп айтады. Сол ғой әйелдер көп жасайтыны. Осы енді былай жасайық. Мен мамамның 5 асыл қасиетін айтайықшы. Мен қазір сіздерге сұрақ қоям, Бақытнұр мамам қандай деген. Б әрібінен 5 асыл қасиет айтамыз, ішінде ұнаған екеуін келініңіз таңдасын. Сіз жаттап отырыңыз, қандай сөздер айтылады біздің Бақытнұр мамамызға. Сұрақ, Бақытнұр мамамыз қандай? Берекелі әйел, бақытты. Б әрібінен, братан, Б. Беймарал жүреді дейді. Б. Аға, қандай? Байсалды. Байсалды. Батыл. Бай қуатты. Бала шағалы. Биязы. Бала шағасымен бақытты. Батыр ана. Қандай? Аға, оны ұят жоқ, айта беріңізші. Қандай, мен тілім келмейді, мен Қызылорданың баласын. Қандай? Бақыттыр, бақыт. Блатная дедің ғой, не өтір қалдап тұрсын. Блатная деп ал, бақытты деп орысшасын айтты. Блатная. Тағы. Бақырауық? Ну ладно. Ал келіні таңдасын, енесін жақсы көретін келін ғой негізі. Енеңіздің қай жаңа мақтаулардың ішінде қайсысы сізге ұнады? Берекелі батыр ана. Жоқ, біреуін айтыңызшы пока. Берекелі. Берекелі деп кім айтты? Келіңіз, приз, студия. 1, 2, 3, Билем. Рахмет, ассалайкум. Рахмет. Не істейін деп жатыр? Ұзатуға келген күйеу бола ұқсап? Шошып кеттім ғой, мешіттен біреу келген сияқты. Мынауын күнә деп айтама деп шошып кеттім, шын айтам. Не айтып жатқанымды ұмытқаным ғой мен. Кім қайда? Көсеңізші танысайық. Мына кісі призін алып отыр. Пенсия алуға келген сияқты, сіз келіп кетіп қалды. Есіміңіз? Ләззат. Кім боласыз? Мен Бақытнұр апайдың класстасын, жолдасым. Біраз алыс екенсіңдер ғой, екеулер. Апайың класстасын, досын бірден деді ғой, дұрыс қой. Біздің мамамыз қандай? Ол кісі берекелі, байсалды адам. Дұрыс, міне. Дұрыс қой, приз ал. Жаңа мен бол барайын, сұрақ болмасыншы, гүлді берген кім? Ол менің Ильяс баламның досы. Спортқа бірге қатысқан. Не спортқа істедіңдер? Күрес. Күрес? Анау, Дагаса барып сен жарты жолда тастап кеткен сияқтысыз сен. Анада 8-сінде бірақ пресс бар сияқты. Қуып кететін бар. Неге күлесің сен? Шын деп тұрған сияқты кісі. Иә деп. Қайда бір тұрып қойшы орнынан. Кім? Айтшы, аты кім? Темірлан, кеш бауырым. Мен сен қанша дос көріп жатырмын ғой, бірақ мамаға гүл алып келген сен бақытты жігітсің ғой, красавчик. Күресесің ғой әлі. Үйленгенсің ба? Жоқ. Неге? Биыл үйленем, Құдай қаласа. Құдай қаласа. Намаздасың ғой? Аллаға шүкір. Сақалың істей ма? Ау? Бол, намаз ғой, главное, бұл жағын. Молодец. Тима, Алланың разылығы үшін приз алып кетші, кеш бауырым. Берші. Тима гүл алып келгенде не үшін біз Тимаға приз бере алмаймыз? Мына призді алмасаң, күнә дейді да бауырым. Рахмет. Тимаға бір шапалақ ұрамаймыз ба осындайда? Молодец, Тима, красавчик, гүл әкеп, романтиксің сен. Екінші?
Батыр ана. Қанша бала мама Алланың берген? 4. Батыр ана. Батыр ана деп кім айтты? Келіңіз ортаға. Мәссаған. Ой, на кісілер егу. Қатты құшақтадыңдар ғой бір-бірлерің. Есіңіз? Бақытгүл. Кім боласыз? Класстасы. Қандай? Қандай деген болмайды ғой. Ал? Екеуің не yapmışsın? Zaman тобы ұқсап? Бара беріңіздер. Қызарайын депсің аға сен. Бақытлы өтемін апай сізге. Менің анамыз қандай? Батыр. Батыр ма? Батыр, рахмет. Болды апа. Рахмет. Бақыт деген сенің бала Рахмет. Енді аға енді кішкене мына рюмкамен таксовать еткенді қоя тұрайық. Арақты кез келген магазиннен сатып алуға болады, бірақ осы той иелерінің көңілін ешбір жерде сатпайды. Келіңіздер, ортаға келейік. Құрметті Ильяс, 2 жыл болды деп атсыз ғой ота құрған, дұрыс па? Сұрақ, осы 2 жылдың ішінде осы шаңырақта мама бөлеге, мама генерал сіздерді билейді. Екеулеріңнің арасында 2 жыл бойы кім биледі? Мама? Жоқ, мама ол билейді ғой. Екеулерің деймін. Ильяс екеулерің, Меруерт? Ильяс. Ильяс билей ма? Иә. Давай, билейші, нормально билейші. Давай. Давай, Ильяс. Апа! Давай, до конца. Рахмет. Күреске 3 күн барған сияқты. 3 күнде танысып қалған жігітпен сонымен. Күшті. Дұрыс па, Ильяс? 2 жыл бойы өзің шаңырағың ғой, мама билейді ғой ол. Сіздер генерал ғой. Кім биледі? Мен. Билеш, давай. Жүріш, маэстро! Рахмет. Мама, Ильястың үйсіз билейтін білесіз ба? Білем. Сіз білесіз ба? Иә. Қой деп айтпадыңдар ма? Жоқ. Дакасы үйсіз билей ма? Иә. Ой, Ильяс, ортаға бір қадам шыш. Бүгін Ильястың тойы, Ильястың баласының тойы. Ильяс, достарың келді ма? Келді. Мейрамбек құсап сөйлемей қош, Ильяс. Келді деші. Күле бермеш, шудан келдің ба не? Дей береді екен. Келді ма? Келді. Достары қайда? Осы ғана ма не? Ильяс жайлы 5 асыл қасиет. Бол. Ильяс жайлы 5 асыл қасиет. Меруерт, сіз таңдаңыз, е? Сіз осы шаңырақтың келінсіз ғой, сіз приз бере беріңіз. Сіздің Құдайға шүкір, осы мамамның жас болып көрінгені, Ильястың қуатты болып көрінгені, ол сіздің жақсылығыңыздың арқасы. Сіз приз беріп тұра беріңіз. Ильяс қандай? Ана күл беріп ал. Бауырманшыл. Ау, ақ көңіл Ильяс. Ақылды. Мейірімді. Шашың барбер шоп қалдырасың сен. Не деген шаш, айналайын. Қандай аға? Жанашыр. Красавчик Ильяс. Тағы. Ау. Шустрый. Нағыз батыр жігіт. Сіздер бірден айтамайсыздар ма? Ау. Еркек. Қош. Сен еркексің ма не? Еркек қой енді, братан. Қандай? Ау. Батыр. Ер жүрек. Иманды айтылып кетті. Ау, бар ма тағы? Еңбекқор, парасатты. Біреуін сіз таңдаңыз, біреуін келін жақын тұрсаңызшы. Біреуін сіз, біреуін келініңіз таңдасын. Балаңыз қандай? Еңбекқор. Қош. Шынымен ба? Рахмет. Креслода отырасың ау деймін сен негізі, еңбекқор кім айтты? Келіңіз ортаға. Приз. Студия. Билет. Есіңіз? Нұргиза. Кім боласыз? Бақнұрдың подружкасы болам, жас кездегі жан подружкасы. Туысқаны болам. 65 па? 65. Класстастардың ішінде класстастарға тиген осы Бақнұр екеуміз болған, біз бірінші деп қояйын. Ол Спандиярға тиді, мен Бейсен деген жігітке тиді. Екеуміз де класстас. Қошемет. Рахмет. Күйеуімді бірінші
Бірінші класстан бастап танимын дейсіз ғой? Рахмет. Ағам келді ма? Қайсы? Жаным ағам. Шашың ағарып кетті ғой аға. Бірінші класстан бастап әйеліңмен бірге тұрсаң ағармағанда. Қайға барасыз аға? Сен сүйет деп ойлап қалдың ба? Сүймеді ғой сені. All that I have is all that you've given me. Күшті ау кісі. Ішің піспайтын шығар, мынандай байың болса. Рахмет. Рахмет. Таңертең ұйқыдан тұрса бейді, шай қойдың ба дейтін сияқты күшті. Не болып жатыр мына жерде? Жайғасыңыздар. Ең соңғысы кел, өзіңіз айтыңыз, жарыңыз жанашыр деп кім айтты? Мана сол приз жинап алып кетті ғой. Мана жақ айтты ғой жанашыр деп. Келіңіз ортаға, жанашыр. Ана күйеулер зарплата алғанда үйіспелеп келеді ғой әйелдер. Күшті. Есіміңіз? Бақытгүл. Кім боласыз? Ильястың апайымын. Ильястың қандай апайы? Ағамның інісі. Апайымын деген мұғалім ма деп қойм. Әпкесі, е? Дұрыс па? Әпкем. Әпкеңіз, е? Қандай әпкесі? Жанашыр. Екеуін құсайсыңдар. Рахмет. Ильяс қандай? Ақ көңіл. Қай жағынан? Бәр жақ. Ақша бер десең бере салады. Береді. Берші. Ойнап айтамын. Мына кісі шынымен берейін деп тұр. Рахмет, тәте. Жанашыр, Ильяс, дұрыс па? Рахмет. Енді ағайын, жаңа енесі мақтадық келіннің, күйеуін мақтадық, келін жалғыз өзі қап қоймасын. Келіннің де үлесі бар ғой. Біздің осы Наймандар елін көтеріп отқан Меруерт келініміз қандай? Ақылды Меруерт. Адал жар Меруерт. Қыздар айтыңыздаршы. Пысық, е? Красотка? Адам аяқ киіммен теңгей ма? Пысық, ибалы. Супер ел. Супер келін Меруерт. Тағы. Ақылына көркі сай деді аға. Затына аты сай. Инабатты. Ау. Ибалы. Әйелің қандай? Ақылды. Сол осы екеуің баласы сияқтысың сен. Ақылды деп кім айтты? Кеш бауырым, молодец. Міне аға, қазақтың жігіттері. Билеш. Молодец. Қандай дос? Ау? Доссың ба? Иә. Қандай? Жақын. Жаңа бәсін Қотыратқа Соқырат қосады деген осы. Жақсы. Кім, не дедің? Меруерт. Ақылды. Ақылды. Дұрыс па? Бірінші класстан ба сабарластың ғой? Иә. Алматыда. Иә. Қай мектеп? 149. Қай жерде тұрасың? Әйгерімде. Неге бет майысып сөйлейсің? Қалжыңдап жатыр, бірақ молодцы, красавчик бауырым, бәрі қалжың ғой. Осылай достың тойын көтеріп жатқаныңа рахмет. Үйленгенсің ғой? Иә. Қанша болды? 1,5 жыл. Нормально, пока. Екінші, келініңіз қандай? Ақ көңіл. Ақ көңіл деп кім айтты? Қойшы көкел, ештеңе айтқан жоқсың өзі? Мен айттым ғой деп 4 рет қол көтерді ғой мына кісі. Ақ көңіл. Сіз ба? Кім? Көке келіңізші, айттыңыз ба? Келіңізші. Молодец, рахмет. Ағам, не ғой андай? Неміске ұқсайсыз? Мерседес сіз шығарғансыз ғой неңіз? Ау, Тура айтақ. есіміңіз кім? Хай, отан. Мына кісі есім білмейді уже. Отан. Отан. Есіміңіз Отан ба? Иә. Әйеліңіздің аты? Шолпан. Отбасы десеңші, ойнадым. Шолпан, Отан отбасынан басталады деген ғой жаңа. Шолпан Тәжебай келді ма? Жоқ, келмеді. Өзім келдім. Бәсе, от души жүрсің ғой, братан. Не ма? Келініміз қандай? Красавчик.
Красавчик несі? Әйел адам ай жоқ кім меруертті айтып жатырмын, шынды ма? Келінге красавчик деген қалай еді? Красавчик келін бақытты бол деген сияқты кісі. әдемі жақсы ақылды Ақылды, дұрыс, ақылды. Ақ көкірек, сосын негізі ақ көкірек дедіңіз аға сіз. Өзі не айтқанда білмейді, өтіп қол көтере берді әйтеуір.